Тікелей эфирде жаңалықтар. Арал ауданы Қосшар ауылындағы Қамысбас балық питомнигінде мамандар заманауи цифрлық технология қолданып жатыр. Мәселен, тоғандардан жиналған балықтарды санау үшін жаңа қондырғы қолданыла бастады. Цифрлық технологияның тиімді тұсы қайсы? Су айдындарына балық жіберу науқаны қалай жүріп жатыр? Әріптесім Елдос Асан балықшылардың қоңыр күздегі қызу тірлігімен танысып қайтты. Қамысбас питомнигінде қызу тірлік басталды. Мамандар Сырдария және де Кіші Арал теңізіне, Қамбаш көліне биыл 12 миллион бір жаздық, 420 мың екі жаздық шабақтар жіберуді жоспарлап отыр. Бізде қарап қалмай мамандарға қолғабыс қылудамыз. Шыны керек, шүпірлеген шабақтарды санап шығу оңай емес. Бұл ретте жаңа технология мамандардың жұмысын жеңілдетпек. Қазір арнайы құрылғыны сынақтан өткізіп жатыр. Биылғы бір жаңашылығымыз Бельгиядан шығарылған тірі балық санайтын аппарат келген. Тірі балықты санауды сынақтан өткізіп тұрмыз. Аппаратымыз толыққанды санайтын болса, өткен балықты толыққанды санайтын болса, онда тиімділігі мол болады. Лағылдай жарқырап шүпірлеген мына балықтар Қамысбас балық питомнигінде бапталған. Мұның әрқайсысы қардай ғана уылдырықтан өсіп жетілген. Енді міне су айдынына жіберіліп, елдің несібесі еселенуде. Осылайша тынымсыз еңбектің арқасында су айдындарында балық саны арта түсті. Десе де теңіз бен тоғанды салыстырғанда тіршілік мүлде басқа. Судың тұздылығы мен үлкен балықтардан келетін қауіп көп. Тәжірибе бойынша жылда біз енді өсімін жоғары байқап жатырмыз. Ол енді біз дерегіміз бойынша, біздің ғылыми зерттеу Кіші Аралда теңізде жүргізген жұмыстарымыз бойынша карп, сазан, тассолобик, амур балықтары басымдық өсіп келе жатқан белгілі. Соған қарап, енді пайызын айтатын болсақ, енді 30-40 пайызға бейімделіп, осындай 30-40 пайызға бұрынғыдан өсімі мол деп айтуға болады. Соңғы ғылыми зерттеу жұмыстарының есебі бойынша қазір Кіші Арал теңізінің тұздылығы 8-9 промилльде. Қамысбас балық питомнигінде тағы бір жаңашылдық бағалы балық түрлері қаяз бен бекірені баптауда. Балық шаруашылығы комитетінің тапсырмасына сәйкес 2025 жылы қаяз балығының санын 1000 басқа жеткізу болатын. Биылғы жылы өзіміз қолдан уылдырық алу жұмыстарын жүргізіп, қазір 3000-ның үстінде, сонымен қатар арайский шип қазіргі таңда біздің теңізде жоқ. Оларды біз арнайы Атыраудан алдырып, соны бағып, қазір 7 тірі балығымыз бар. Олардың да салмағы көтеріліп, жақсы өсіп келеді. Бағалы балықтарды өсірудегі басты мақсат табиғи ортаға қайта бейімдеп санын көбейту. Қазіргі таңда қаяз балығы тоғандарда тіршілік етуде, ал бекіре арнайы бассейнде күтіп бапталуда. Елдос Асан, Рамазан Жүсіпбек, Аслан Мүзарап, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.